Баршаңызға қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге өте дәмді әрі дастарханның көркін ашатын, керемет сәнін келтіретін осындай керемет салаттың рецептін ұсынатын боламын. Видеоны соңына дейін қарап, менімен бірге болыңыздар, және каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар. Сонда менің шыққан видеоларымды жіберіп алмайтын боласыздар. Ал ендеше бастаймыз. Ең әуелі қажетті заттарымызды дайындап аламыз. Ол үшін бізге тауықтың піскен еті алдын ала осылай сақтап турап алдым. Сыр қажет болады, сәбіз, піскен жұмыртқа, киви және анар қажет болады. Және майонезді осындай мешокқа немесе маечкаға салып алдын ала дайындап аламыз. Енді алдымен жұмыртқаны майдалап осылай орта көзінен теркадан өткіземіз. Немесе пышақпен ұсақтап турасаңыздар да болады. Мен барлығын осылай теркадан өткізіп дайындап алдым. Енді сәбізді де дәл солай теркадан өткізіп дайындап алатын боламыз. Құрамындағы заттарын описание бөліміне қалдырамын, төменнен қарасаңыздар болады. Мінекей біздің сәбізіміз де дайын болды. Енді дәл осылай сырымызды да теркадан өткізетін боламыз. Менде комо сырым пайдаланамын, дәмі өте керемет болып шығады. Мінекей сырымызды да дәл осылай дайындап алдық. Енді салатымызды құрастыратын боламыз. Ол үшін тарелкаға осылай алдымен майонездің көмегімен осылай елканың формасын салып аламыз. Енді осы салынған форманың үстіне жайлап тауықтың етін жайғастырып шығатын боламыз. Толықтай жайғастырып алатын боламыз. Және арасына осылай майонезді жағып отыратын боламыз. Сол кезде біздің салатымыздың майонезі сіңіп керемет болып шығатын болады. Енді жұмыртқаны да дәл солай орналастырып шығамыз. Барлық жеріне толық жабатындай етіп, яғни шыршаның формасын келтіреміз. Арасына тұз сеуіп жіберсеңіздер де болады. Тағы да майонезбен осылай жағып шығамыз. Және сәбізді де дәл осылай бетіне қойып шығамыз. Қасықпен немесе қолдың көмегімен де орналастырып шықсаңыздар болады. Барлық жері жауып тұратындай етіп, толықтай жасап тегістеп бетін аламыз. Және майонезді де дәл осылай сеуіп аламыз. Енді үстіне сырымызды себеміз. Біздің елкамыз неғұрлым биік болса, соғұрлым әдемі көрінетін болады. Сондықтан осылай жасап алыңыздар. Майонезді үстіне жағамыз. Жағып болғаннан кейін қасықтың көмегімен бетін тегістеп, жайлап осылай майонезді сырып жағып алатын боламыз. Және елканың формасында жақсылап келтіретін боламыз. Мінекей барлығын осылай дайындап алдық. Енді осы салатымыздың үстіне кивиді қойып шығатын боламыз. Ол үшін кивиді осылай ортасынан бөліп және дәл видеодағыдай барлығын турап алатын боламыз. Енді туралған кивилерімізді шыршаның формасына келтіріп осылай қойып шығатын боламыз. Видеода барлығы түсінікті деп ойлаймын. Түсінбесеңіздер комментария бөліміне қалдырып сұрасаңыздар болады. Барлық кивилерді осылай жайғастырып шығатын боламыз. Өте керемет. Бұл кивиді мен ойлағам салаттың дәмі қалай болады екен деп, бірақ кивимен дәмі керемет үйлеседі екен. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Және сәндік үшін шет-шетіне осылай укропты қойып шығатын боламыз. Және анарды осылай әр жеріне қойып шығамыз. Сол кезде моншақ тәріздес әдемі біздің елка, яғни шырша тәріздес салатымыз дайын болады. Мінекей достар, біздің салатымыз дайын болды. Өте керемет, дәмі де өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде дәл осы рецептпен жасап көріңіздер. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Сіздермен болған Нұрия Амангелді. Келесі видеода жолыққанша қош сау болыңыздар. Назарларыңызға рахмет.